Ерікті қоныс аударуға жәрдемдесу шеңберінде жаңа қолдау шаралары енгізілді. Қоныс аударушыларға тұрғын үй сатып алу үшін экономикалық мобильділік сертификаты беріледі. Бұл шамамен 4,5 миллион теңге. Соңғы 3 жылда 6000 отбасы еңбек тапшылығы бар өңірлерге қоныс аударды. Олардың жартысынан көбі сертификат алды. Қабылдаушы өңірлерде жеке мобильді сүйемелдеу жүйесі жұмыс істейді. Биыл 6000-нан астам адам қызметтерді пайдаланды. Қоныс аударушылар үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін конкурстан тыс тәртіппен алу құқығын, сондай-ақ материалдық көмекті есепке алу үшін ашық шоттардан өндіріп алуға тыйым салуды көздейтін түзетулер қабылданды. Көшу кезінде материалдық көмекке жүгінудің электрондық форматы енгізілді. Жаңа механизм іске асырылған сәттен бастап қандас мәртебесін 13 000 этникалық қазақ алды. Бұдан басқа біз шетелдік жұмыс күшін тарту квотасын төмендету саясатын дәйекті түрде жүргізіп келеміз. Соңғы 5 жылда тартылған шетелдік жұмыскерлер саны 25 000-нан 17 000-ға дейін төмендеді. Әлеуметтік әділеттілік қағидатын белгілеу, оңтайландыру бойынша жүргізіліп жатқан барлық жұмыстар мемлекет пен оның қолдауына мұқтаж азаматтар мүдделерінің теңгерімін қамтамасыз етуге және көрсетілетін қызметтің сапасын арттыруға бағытталған.